Ар мәлімет эфирде Тараз 24 телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда мен Қанат Күзберген. Президент аруларды көктем мерекесі халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Қазақстан Республикасының президенті көктемнің алғашқы мерекесі халықаралық әйелдер күнімен барша аруларды шын жүректен құттықтады. Мемлекет басшысы әйелдердің қоғамдағы маңызды рөлін атап өтіп, олардың сұлулық пен ізгіліктің символы екенін айтты. Сондай-ақ аналардың еліміздің мәдениеті мен салт дәстүрінің сақталуына қосқан үлесін жоғары бағалады. Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында өңірдің түрлі салаларында табысты еңбек етіп жүрген әйелдер қауымымен кездесті. Құттықтау сөзінде аймақ басшысы әйелдердің қоғамдағы маңызды рөлін атап өтіп, олардың еңбегін жоғары бағалайтындығын жеткізді. Сонымен қатар еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуына қосып келе жатқан үлестері үшін алғысын білдірді. Салтанатты іс-шара мерекелік концертпен жалғасты. 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы. Мереке қарсаңында облыс әкімі нәзік жандыларды қабылдап құттықтады. Аймақ басшысы құттықтау сөзінде әйелдердің отбасының ұйытқысы болып қана қоймай, елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды саяси және әлеуметтік экономикалық реформаларда белсенді азаматтық ұстаным танытып жүретінін атап өтті. Кездесуге облыстағы қала аудандарындағы білім, ғылым, мәдениет, спорт, денсаулық сақтау, құқық қорғау, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік саласының азаматтық қоғам өкілдері қатысты. Салтанатты шарада жұмысшы мамандықтарына ерекше көңіл бөлінді. Бүгінгі кездесуге түрлі саладағы қызмет етіп, оның ішінде еңбек адамының жарқын үлгісін көрсетіп жүрген жұмысшы мамандық өкілдерін құралған нәзік жандыларда да қатысып отыр бүгін. Олай болса, өздеріңізді және облыстағы барлық аналарымыз бен әжелерімізді, апа-қарындастарымызды халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Бұдан соң мерекелік жиын концерттік бағдарламаға ұласты. Баласағұн орталық концерт залында әйелдер күніне орай салтанатты жиын өтті. Кештің қонақтары халықтың сүйікті жұлдызды тобы Жанболат пен Жазира өз әндері мен тараздықтарды шаттыққа бөліп, мерекелік көңілге сыйлады. Әсем әуенге бөленген кеш барысында көрермендер әншілерге қосылып, зал шынайы эмоция мен көтеріңкі көңіл-күйге бөленді. Бұл кеш нәзік жандыларға деген құрмет пен алғысқа толы мерекелік шараға айналды. Сахна төрінде филармония әншілері мен бишілері, сондай-ақ Асқар Тоқпанов атындағы облыстық қазақ драма театрының әртістері өнер көрсетті. Мерекелік кеш Ескендір Хасанғалиевтің «Анаға сәлем» әнімен түйінделді. Жүрекке жылы тиетін әнді көрермендер де қосылып шырқап, кешті ерекше әсермен аяқтады. Қанат Күзберген, Гүлнар Тайжан, Аңсар Тілепберген, Мержан Ерболатов, 24 News. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қала әкімі Бақытжан Орынбеков те мерекеге орай нәзік жандыларды қабылдап, ізгі тілегін жеткізді. Олардың отбасы мен әлеуметтік өмірдегі рөліне ерекше атап өтті. Мерекелік жиын концерттік бағдарламаға ұласып, көтеріңкі көңіл күйде өтті. Көктемнің көрікті мерекесі қарсаңында шаһар басшысы да қаланың әлеуметтік, мәдени және экономикалық дамуына үлес қосқан нәзік жандыларды марапаттады. Оларға құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Бақытжан Орынбеков мемлекет басшысының құттықтауын да жеткізді. Салтанатты жиыннан соң әйелдер қауымы қала әкімімен естелікке суретке түсіп, ризашылықтарын жеткізді. Сый құрметке бөленген арулар әрмен мерекелік концертті тамашалады. Әсем әндер шырқалған кеште елімізге танымал эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Гүл шоқтары да табысталып, қыз-келіншектер мерекелік көңіл күй үшін алғыс айтты.
Кеш соңында өнегелі өмірі ұрпаққа үлгі болған ақ жаулықты әжелер барша қыздар қауымына батасын берді. Жанр Абдраманқызы, Мейрамбек Сағынов, 24 News. Елімізде соңғы 4 жылда сотталғандар саны 7000-ға өскен. Десе де бұған кей заңдардың қатаңдатылуы себеп көрінеді. Отбасылық, тұрмыстық зорлық, зомбылық, бөтен мүлікті ұрлау, мал ұрлығы және жол көлік оқиғаларына қатысты заң талаптар күшейген. Дегенмен жаза басқандарда мемлекет тарапынан жәрдем бар. Толығырақ тілші тарқатсын. Превенция повторных правонарушений жобасы облыс прокуратурада бекітілді. Ол облыс прокуратурының өкімімен мекемеаралық топ құрылды. Топтың жұмысы 3 бағытқа бөлінді. Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдерінің ішінде алғашқы болып пробацияның толық жүйесін қабылдаған ел. Оның өзіндік себептері де бар. Жүйені ерте енгізгендер нәтижесін көріп жатыр. Себебі пробация қызметінің мақсаты күдіктінің, айыпталушының мінез-құлқын түзеу, ал сотталған адамды әлеуметке қосу және оңалту арқылы қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жәрдемдесу. Облыстағы бас ғимаратта сала мамандары бірлесіп қызметтегі мәселелер жайында талқылады. Материалдық техникалық қамтамасыз ету тапшылығы бізде кезекте отырған тұлғалардың жерін тексеру және шалғай елді мекендерде мына Жамбыл облысының бізден аудандары бар. Сол аудандарда көбінесе автомобильдер бар. Автомобильдердің қазір тозуына байланысты сол жағынан шамалы көмек болса дейміз. Қайырбек Ильясов салаға техникалық толықтыру қажет дейді. Әрі бейне тіркеуіш камераларда жеткіліксіз көрінеді. Қоғамның қауіпсіздігі үшін маңызды салаға қолдау сұрап жағдайды баяндады. Нұрдәулет Мұса, Гүлнар Тайжан, Мейіржан Ерболатов, 24 News. Жамбыл ауданында әйел, отбасы, қоғам, елдің тұрақты дамуы тақырыбында форум өтті. Басқосуға облыстан және аудандағы белсенді кәсіпкерлер мен бизнес тренерлер шақырылды. Биыл 2-ші жыл қатарынан ұйымдастырылған іс-шараға 300-ге жуық қыз-келіншек қатысты. Мақсат отбасы институтын нығайту, әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту болып табылады. Аудан әкімінің орынбасары Мақпал Досымбекова дәстүрлі түрде өтетін форумның әйел азаматшалары үшін маңыздылығын айтып, аудан әкімінің құттықтауын жеткізді. Қадірменді біздің осында отырған арулар, ханымдар, ақжаулықты аналар, сіздерді халықаралық әйелдер күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, бақ береке, әрдайым шаңырағыңыз биік болсын. Ең басты мына ұлы сөздер әйел ана, әйел дара деген ұлы мағынаға сай болғанға нәсіп етсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Форум барысында аудандағы отбасы институтын нығайту және гендерлік саясат бойынша атқарылған жұмыстар және жұмысшы нәзік жандылар жайына арнайы бейнеролик көрсетілді. Және де отбасы тәрбиесі, әйел азаматтардың қоғамдағы рөлі, бизнес тақырыбында ой қозғалды. Сонымен қатар бірқатар қыз-келіншектер марапатқа ие болды. Форум оқушылардың әдемі әнмен түйінделіп, барлық нәзік жандыларға гүл шоқтары ұсынылды. Жанр Абдраманқызы, Мейіржан Ерболатов, 24 News. Гүлдер үйдің, көшенің сәнін келтірсе, мерекеде нәзік жандыларға ерекше көңілге сыйлайды. Ал оны күтіп баптау кез келгеннің қолынан келе бермесі анық. Динара Сәбіржанқызы осы салада 15 жылдан аса қызмет етіп келеді. Әрі шаһар көркін келтіретін жасыл желектерді баптаумен айналысады. Динара Сабыржанқызы өз мансабын 2009 жылы Жезқазған қаласындағы гүл дүкенінде сатушы ретінде бастаған. Кейін туған жерге оралып, Жасыл ел Тараз мекемесіне жұмысқа орналасады. Қазіргі таңда гүлшебер қызметін атқарады. Салвия, телозия, цинерария секілді гүлдер өсіретін ол. Әр адам өз мамандығын сүю қажет деп санайды. Жасыл ел Тараз мекемесінің шебері болып жұмыс істеймін. Мекемеде жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан асық болды. Жалпы біздің мақсатымыз бұл жерде қызмет атқаруымыз. Тараз қаласының көркейіп өсуіне гүлді ұрықтан сеуіп, оны өсіріп, өндіріп, қаланың бүкіл жерлер, аллейка, парк, жол жиектерінің бәріне егіп, еліміздің гүлдерді көріп, демалып, қаламыздың көркеюіне атсалысып жүрміз. Өткен жылы Жасыл ел Тараз мекемесі 12 000 шаршы метр аумақты абаттандырған. 8 000 астам ағаш түрлері, 10 000-ға жуық қарағаш көшеттері, 30 000-дай раушан гүлдерімен 600-ден аса қазандықтарға өсімдіктер екілген. Биыл да бұл жұмыстар жалғасын табады дейді мамандар. Былтырғы жылы біз
1 миллионға жуық тұқым гүлін өзіміз өсіріп шығардық осы жылыжайымызда. Ендігі осы биылғы жылға да тағы да 1 миллион тұқым алынды. Оның жұмыстары басталып кетті. Қазіргі уақытта 700 мыңға жуық тұқым гүлі өсіріліп жатыр. Енді ерекшелігі сол биылғы жылымыз біз жаңағы гүлдердің тұқымдарын көбейтіп жатырмыз. Түрлерін биылға 12 гүлдің түрі егіледі. Сондай-ақ 4000 шаршы метр аумаққа 17 мың түп раушан егу жоспарланған. Бұл гүлдерді өсіріп, баптайтын жылыжайда 20 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Алайда маусымның қызған шағында 40 жұмысшыға дейін жұмылдырылады. Нұрбақыт Тұтқышбек, Аңсар Тілепберген, Мейіржан Ерболатов, 24 Ньюс. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Сау саламатта болыңыздар. Тараз 24 телеарнасы қосылуы болсын.